Наполеон Хилл ойланда байы 8-ші тарау ұйымдастырылған жоспар. Адам баласы қол жеткізген дүниелердің барлығы армандаудан басталатыны туралы алдыңғы тараулардан оқып тастадыңыз. Алдымен арман абстрактілі түрде пайда болып, кейіннен жоспарды нақтыға айналдыратын қиял шеберханасында шыңдалады. Екінші тарауда ақша хақында арманды нағыз ақшаға айналдыру үшін орындау қажет 6 практикалық қағида жайында оқыдыңыз. Сол қағидалардың бірі нақты іс жүзінде іске асыруға болатын жоспар құру. Аталмыш жоспар арқылы сіздің ақша туралы арманыңыз нақты ақшаға айналмақ. Олай болса, дәл сондай жоспарды қалай құруға болатынын қарастырып көрелік. Ақша табамын деген жоспарларыңызды құрып, іске асыруға қанша адамның тәжірибесі қажет болса да пайдаланыңыз. Келесі тарауда сөз болатын ұжымдық сана қағидаларында қолданыңыз. Аталмыш нұсқаларды ұстану аса маңызды. Ұжымдық сананы қалыптастыру процесі барысында аналитикалық тұрғыдан ойлай алатын топтың әрбір мүшесіне әрекеттестік үшін не ұсына алатыныңызды анықтап алыңыз. Ешкімде өмір бақи соқыр тиын үшін жұмыс істемейді. Өзін ақылдымын деп есептейтін кез келген жанның басқалардың маңдай терінің өтемін төлемей қоймасы анық. Ұжымдық сана мүшелерімен аптасына кемінде 2 рет кездесіп тұрыңыз. Мүмкін болса, одан да жиі кездескен жөн. Бұл ақшаға қол жеткізудің нақты жоспарын жасағанға дейін жалғасуы керек. Ұжымдық сана тобының мүшелерімен өзара үйлесімді әрі жақсы қарым-қатынас орнатыңыз. Бұл қағиданы соңғы нүктесіне дейін бұлжытпай орындай алмасаңыз, кез келген уақытта сәтсіздікке ұшырауыңыз мүмкін екенін естен шығармаңыз. Ұжымдық сана береке жоқ жерде тұрақтамайды. Төмендегі мына 2 деректі естен шығармаңыз. Өміріңіздегі ең маңызды істің біріне қадам бастыңыз. Табысқа жету үшін сіз еш кемшіліксіз керемет жоспар құрғаныңыз жөн. Осы жоспарды іске асыру барысында өзіңіздің және басқалардың білімін, тәжірибесін, ақыл-ойын көрегенділікпен пайдалана білуіңіз керек. Бұл зор табысқа жеткен адамдардың қолданған тәсілімен сабақтас болуы шарт. Жеке адамның ешқайсында ұжымдық сана иелерінікіндей тәжірибе, білім, ақыл-парасат болмайтыны анық. Байлыққа жету жолында қабылданған кез келген жоспар сіз бен біздің ұжымдық санамыздағы адамдардың ортақ шешімі арқылы жасалуы керек. Өз жоспарыңызды жартылай немесе толығымен ұсына аласыз. Алайда оны ұжымдық сана тобының әр мүшесі тексеріп мақұлдауы керек. Кедергілер бізді шыңдай түседі. Алдыңғы жасаған жоспарыңыз іске аспаса, оны жаңа жоспармен алмастырыңыз. Көңіліңізге қонатын және іс жүзінде іске асатын жоспар жасалғанға дейін осылайша жалғаса беруі керек. Көп адам тура осы араға келгенде бастаған жұмысын аяқсыз қалдырады. Олардың бастаған ісінің тұйыққа тіреліп, сәтсіздікке ұшырауының басты себебі табанды болмауынан. Таразыланып кесіліп пішілген жоспар болмаса, дүниедегі ең ақылды адамның өзі жетістікке жете алмайды. Осы айтылғанды есте сақтаңыз. Сондай-ақ жоспарыңыз іске аспай, арманыңыз күл-талқан болған кезде бұл ақылды естен шығармаңыз. Жоспарыңыздың іске аспауы оның әлі де кемшіл тұстары бар екенін білдіреді, және ол уақытша ғана құбылыс. Жоспарды қайта қараңыз, бәрін қайта бастаңыз. Уақытша сәтсіздік жоспарыңызда қандай да болмасын бір кемшіліктің бар екенін білдіреді. Дүние жүзінде миллиондаған адам өздерінің табысқа жеткізетін, көңілге қонарлық жоспар жасай алмауына байланысты кедейліктің азабын тартуда. Жоспарыңыз қаншалық ақылға қонымды болса, соншалық жетістікке жетесіз. Адам сана түкпірінде жеңілгенін мойындамайынша ешбір қиындық қайратын мұқалтпақ емес. Джеймс Хилл шығыстан батысқа дейін теміржол тартуға қажетті ақшаны таба алмай уақытша сәтсіздікке ұшыраған еді. Алайда ол жаңа жоспар құру арқылы сәтсіздігін еңсере алды. Генри Форд автомобиль жасау барысында ғана емес, сонымен қатар оны жасап біткеннен кейін де уақытша сәтсіздіктерді басынан өткерді.
сонда да бас имеген форд жаңа жоспар жасап жеңіс тұғырынан көріне білді. Біз қалтасы қалың шалқыған байлар жайында айтқанда, жетістікке жеткенге дейінгі сәтсіздіктері мен жеңілістеріне, арманына жету жолындағы қиындықтарына мүлдем ден қоймаймыз. Жетістік философиясымен қаруланған жан уақытша сәтсіздіксіз мұқалта қоймасын іштей түсінеді. Сәтсіздік болған кезде мұны жоспарыңды қайта қарастыр деген белгі ретінде қабылдаңыз. Сөйтіп жоспарыңды қайта жасап, арман кемесіне мініп, ойлағаныңды іске асыруға асық. Мақсатыңа жетпей тұрып, бастаған ісіңнен бас тартсаң, тұрақсыз болғаның. Тұрақсыздық ешқашан жеңіс дәмін татпайтыны тәрізді. Жеңімпаз ешқашан бастаған ісін орта жолда тастап кетпейді. Осы сөйлемді бір жапырақ қағазға үлкен әріптермен теріп жазып, оны жатар алдында және таңертең тұрғанда көзге көрінетіндей жерге орналастырып қойыңыз. Ұжымдық сана тобын құру кезінде уақытша сәтсіздікті жүрегіне жақын алмайтын жандарды командаңызға тартуды мақсат тұтыңыз. Кейбір жандар ақшаны ақша ғана шақырады деген ойда. Бұл ой түбірімен жаңсақ пікір. Төменде көрсетілген қағидалар арқылы ғана сіз арманыңызды нақты ақшаға айналдыра аласыз. Ақша бір өзі тұрғанда сіресіп қалған материя іспеттес. Ол ойлай алмайды, қозғалмайды яки сөйлей алмайды. Алайда қалтасына ақша салуды мақсат етіп, сол жолда тер төгуден аянбаған жанды табатынына күмәнім жоқ. Қызметің мен идеяңды сата аласың. Кез келген байлыққа қол жеткізуде табысты болудың басты жолы жан-жақты ойластырылған жоспар құру. Төменде өз қызметін сату арқылы байлыққа қол жеткізуді мақсат тұтқан адамдар үшін нақты нұсқаулар ұсынылған. Өмірде қол жеткізген байлықтардың барлығы жеке адамның қызметінің өтемі ретінде немесе олардың өз идеясын басқаларға сатуы нәтижесінде пайда болғанын білгендеріңіз артық болмас. Адамды қисапсыз байлыққа ақылы мен қызметінен басқа не бастай алмақ? Жалпақ тілмен айтар болсақ, адамның екі түрі бар. Біріншісі көшбасшылар, екіншісі ерушілер. Өзіңіздің көшбасшы болғаныңызды қалайсыз ба, әлде еруші ретінде қала бергеніңіз дұрыс па деген мәселе төңірегінде бір сәт ой жүргізіп көріңізші. Көшбасшы мен еруші кірісінің айырмашылығы жер мен көктей. Еруші көшбасшының қол жеткізетін табысы туралы ойламай-ақ қойғаны жөн. Алайда ерушілердің көбі осылай жүріп-ақ көшбасшыдай табысқа жете аламыз деп ойлайды. Әрине, еруші болу ұят емес. Басқа қырынан қарар болсақ, ол мақтанарлық та дүние емес. Көптеген ұлы көшбасшылар еңбек жолын қарапайым еруші ретінде бастады деуге де болады. Олардың көшбасшыға айналуы қажымас қайраты мен құйма құлақ шәкірт болғандығымен тығыз байланысты. Ұстазының айтқанын бұлжытпай орындай алмайтын шәкірттердің күні ертең атақты көшбасшыға айналуы некен саяқ. Ал ұстазын тыңдап үйренген шәкіртте ұлы көшбасшылық қасиеттер көптеп кездеседі және олар осы қасиетін көшбасшылық жолында ұтымды пайдалана алады. Ақылды шәкірттердің басқаларға қарағанда көптеген артықшылығы бар. Соның бірі ұстазынан үлгі ала білуі.